1 наурыз халықаралық азаматтық қорғаныс күні атап өтуге байланысты Түркістан облысының қалалары мен аудандарында біздің міндетіміз балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету ұранымен эвакуациялық жинау пункттерінің жұмыс бойынша оқу-жаттығулар өткізілді. Азаматтық қорғау туралы Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 сәуірдегі 188 заңына сәйкес эвакуациялық іс-шараларды орындауды ұйымдастыру мақсатында орталық және жергілікті атқарушы органдарда, ұйымдарда эвакуациялық органдар құрылады. Эвакуация адамдардың өмірін сақтау және өндірістің жұмыс істеуіне жағдай жасау мақсатында халық пен материалдық құндылықтарды төтенше жағдайлар аймақтарынан ұйымдасқан түрде шығару. Бүгінгі таңда қалалар мен аудандар әкімдерінің эвакуациялық жинау пункттерін құру туралы шешімдеріне сәйкес қалалар мен аудандарда эвакуациялық жинау пункттерін өрістету бойынша кестелер бекітіліп, әр айда практикалық түрде оқу-жаттығулар өткізілуде. Эвакуациялық жинау пункті көшірілетін халықты жинауға және тіркеуге, оларды отырғызу пункттері мен қозғалыстың бастапқы пункттеріне жіберуге арналған. Эвакуациялық жинау пункттерінің әкімшілігі алдын ала жергілікті атқарушы органдардың қаулылары мен ұйымдар бойынша бұйрықтармен тағайындалады. Эвакуациялық жинау пункттері өз қызметінде эвакуациялық комиссияларға бағынады. Олардың құрамы: эвакуациялық жинау бекетінің бастығы, эвакуациялық жинау бекетінің бастығының орынбасары, комендант, ақпаратшы, тіркеу және есепке алу тобы, көлік колонналарын құру тобы, көлікпен қамтамасыз ету тобы, ана мен бала бөлмесі, анықтама үстелі, дәрігерлік пункті, қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету топтары құрылады. Бұл жаттығудың мақсаты төтенше жағдай қаупі туындаған кезде тұрғылықты халықтың іс-әрекетін пысықтау және басқа да іс-қимылдарды үйрету. Сонымен қатар, басқару органдарының аз уақыт ішінде дұрыс әрі шұғыл шешім қабылдап, адамдардың өмірін сақтау және материалдық құндылықтарды төтенше жағдайлар аймақтарынан ұйымдасқан түрде әкету болып табылады.